Осы кішкене жолмен азанда қаншама адам жұмыстарына асығып келе жатады. Біреуі жалғыз келеді, біреулері екеу үшеу болып жұппенен келе жатады. Әрине, бастары көбейгеннен кейін олардың өзара әңгімелері жалғасады. Әңгімесіз үнсіздікпен жүрген адамдарды көрмейсің. Олардың әрқайсысы өздерінің ойындағы сөздерін бір-біріне айтып келе жатады. Жанынан өтіп бара жатқан кезінде кейде тірі адам болғасын, құлағыңды тұрып қаласың. Біреуі жақсы сөйлейді, біреуі жаман сөйлейді. Адам болғаннан кейін ішкі адамның дүниесінде қандай ой болатын болса, соны сыртқа шығаруға асығады. Негізі құлақ түріп қарап отырып, осы адамдардың негізі жақсы сөз сөйлегені өте орынды. Жақсы сөз жарым ырыс деп қазақ бекер айтпайды. Жақсы сөз жанның азығы. Жақсы сөз сөйлесе, жақсылық көбейеді. Жақсы адамдар үнемі жақсы ойда жүреді. Бізді заманымыз түзелген сайын адамдардың пейілдері жақсарудың орнына кері қарай кетіп бара жатқан секілді. Бұның өзі неден? Бұл адамдардың сана сезімінің төмендігі емес, бұл адамдардың өмірге деген көзқарасының агрессивті түрге дамып бара жатырғандығының нәтижесі. Неге адам өмірге қапалы болады? Неге жұмысы бар? Солардың барлығы өздерінің ойларын тек қана жақсы ой айтуға асықпайды. Неге ылғи бір-біріне ренішін, бір-біріне өкпесін айтып жүреді деп ойланып қаласың. Адам болған соң өмірде бәрі болады, бірақ адам өзінің әрбір атқан таңына, әрбір көрген жаңағы күніне шүкіршілік жасау керек. Шүкіршілік жоқ жерде біз ешқандай да жақсылыққа жете алмаймыз. Жақсы ойласаң, жақсылық өзі келеді. Адамдар осыны есінде сақтау керек. Үнемі жақсы сөзді айта жүру керек.